Армысыздар құрметті білім алушылар. Мен Мұханова Жамал Әбдешқызы, информатика пәні мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистрі. Бүгінгі пән ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау пәнінің мақсаты компьютер жүйелерінде ақпараттарды қорғаудың негізгі принциптерін үйрену, ақпаратты деректер қоймасын және программаларды қауіпсіз сақтауды ұйымдастыру, сонымен бірге программаларды рұқсатсыз көшіруден және компьютер ресурстарын рұқсатсыз қолданудан қорғау. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қауіпсіздіктің міндеттері ақпараттық қорғаудың негізгі әдістері мен амалдарын оқып білу, ақпараттық қорғаудың саясатын ұйымдастыруын, рұқсат ету түрлерін меңгеру. Ақпаратты сақтау әдістері. Ақпараттық сақтау әдістері техникалық, бағдарламалық, аралас, ұйымдастырылған, криптографиялық болып бөлінеді. Техникалықтың артықшылығы сенімділігі және әртүрлі факторлардан тәуелсіз модификациялауға жоғары төзімділік. Кемшілігі көлемі мен массасы үлкен және қымбат. Бағдарламалықта бұл артықшылығы қарапайым сенімді модификациялауға және дамуға бейімділік. Кемшілігі функционалдық желінің шектілігі және компьютер тіліне тәуелділік. Араласта бұл артықшылығы шексіз модификациялауға бейім, олар көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Кемшілігі субъективті факторларға жоғары тәуелділік. Ұйымдастырылғанда техникалық және бағдарламалық мәселелердің аралық түрі. Криптографиялықта бұл компьютердің жұмысының сенімділігін, бағалы ақпараттың сақталуын, оған өзгеріс енгізуден құпия сақталуын қамтамасыз етеді. Ақпаратқа төнетін қауіпті әрекеттер бұл кездейсоқ және әдейілеп жасалған болып бөлінеді. Ақпаратты қорғау әдістері архивтеу, шифрлеп жазу және цифрлық қолтаңба. RSA асимметриялық шифрлау стандарты. Асимметриялық шифрлеудің ең таралған алгоритмі RSA алгоритмі болып табылады. Ол үш зерттеушісі математик Рональд Рикспен, Али Шамермен және Леонард Альтманмен 1977-78 жылдары ұсынылған болатын. Осы алгоритмнің әзірлеушілеріне құпиясын енгізіп, тораптық жұмыс істеуге идеясын тиімді асыру мүмкін болды. Ашық кілт бұл шифрлеу кілті, ал жабық кілт шифрлеудің мағынасын ашу кілтін хабарламаны алушыға құпияда ұстау. Бұл ақпараттық қауіпсіздік және ақпарат пәні бойынша ашық кілттердің блок схемасы. Rail Security жүйесі дұшпандық қызметтерді табуға және сіздің корпоративтік желіңіздің торабына шабуылдарды тануға мүмкіндік береді. Ал электрондық цифрлық қолтаңба бұл электрондық құжаттың деректемесі, жасанды көшірмеден электрондық құжатты қорғау үшін арналған. Яғни сонымен қатар компьютерлік вирустар. Компьютерлік вирустар бұл компьютердің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі жасайтын, мәліметтері қайталап жазатын немесе жоятын бағдарламалар. Бұл бағдарламалар өз бетімен көбейеді де амалдық жүйе мен желідегі нысандарға зиян келтіруі мүмкін. Компьютерлік вирустардың айрықша сипаттарына олардың өз бетімен іске қосылып, компьютердің жұмыс істеуіне кедергі жасауға қабілеттілігі жатады. Ол компьютерге пайдаланушының рұқсатсыз зақымдалған дискета немесе зақымдалған файлмен бірге түсуі мүмкін. Ішінде вирус бар программа зақымдалған деп аталады. Вирустармен күресу үшін антивирустар деп аталатын арнайы бағдарламалар бар. Вирусқа қарсы бағдарлама антивирус, яғни компьютерлік вирустарды жұқтырған бағдарламаларды табуға және емдеуге, сондай-ақ файлдың вирустық жұқтыруының алдын алуға арналған бағдарлама. Бүгінгі таңда вирусқа қарсы бағдарламалардың алуан түрлері бар, яғни Dr. Web, Kaspersky антивирусы, ESET-NOT32, тағы да басқа түрлері бар. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыз.